бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Білмегенде танықпай, біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Құзыретті мұғалім, Абай атамыз айтқандай, ыстық қайратты, Нұрлы ақылды, жылы жүректі педагог, рухани тұрғыдан кемелденген толық адам. Әлеуметтік тұрғыдан есейген педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман. Өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға, жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты мұғалім. Құзыретті мұғалім Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, үнемі қозғалып, өзгеріп, өсетін, өркендейтін тірі адам. Үнемі жаңаны табатын, жаңалыққа ұмтылатын өнер иесі. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі оның жан-жақты білімінен, ұстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа әдістерін меңгерумен өлшенеді. Мұғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның құзыреттілік аясы да соғұрлым кең болмақ. Құзыреттілік ұғымы педагогика саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылық белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді шешім шығара алады дегенді білдіреді. Білімді толық игеру үшін оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, еркін сөйлеуіне, өз ойын ашық және толық айтуға үйрету, ой өрісін кеңейту оқытудың ең басты мақсаты. Әрбір оқушыны өз мүмкіндігіне қарай білім дағдылатындай етіп оқытқанымыз дұрыс. Құзыретті педагог сапалы еңбектің табысты нәтижелерін ұштастыратын білім бәсекесінің жетекшісі. Құзыретті педагог Мағжан Жұмабаев айтқандай, ақыл мен құлық тәрбиесін ұштастырып, сұлулық пен дене тәрбиесін оқушыға дарытатын жан-жақты педагог. Біз құзыретті педагог, оқушыны ықпал ету объектісіне емес, ынтымақтаса қызмет ететін тұлғаға айналдыратын кемел кәсіп иесіміз.